37 миллион теңге қарызыңыз болса не істер едіңіз? Бізге бір ер адам несием көп, шоттарымның бәрі бұғатталған деп жүгінді. Арест қойылған, төлей алмай жүр. Біздің заңгерлер құжаттарын түгел қарап шықты. Несие шарттары, төлем кестелері, сосын нақты әрекетке кірісті. Қарызды жеңілдету үшін банкке ресми сұраныс жіберді, бірақ банктер бас тартты. Қарызды қайта қарауға келіспеді. Не істедік? Қарыз көлемі 1600 айлық ескерткіш көлемінен асқан. Яғни заң бойынша төлем қабілеттілігін қалпына келтіру процесін бастауға болады. Юрист сотқа жүгініп, арнайы іс қозғалды. Сот шешімі біздің азаматтың пайдасына шықты. Нәтижесі қандай дейсіз бе? Сот 9 миллион теңгеден астам айыппұл мен сыйақыны кешірді. Яғни жалпы қарызы 37 миллион теңгеден 28 миллионға дейін азайды. Егер сізге де бірнеше несие шоттарыңыз аресте болса, сіз жалғыз емессіз. Біз көмектесе аламыз. Қоғамфин.kz сайтына тіркеліңіз немесе осы нөмірге хабарласыңыз.